Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл. Бүгін сіздермен осындай әдемі, жұмсақ, бір жасағаннан шығатын творожный пирог пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұнымыздың үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды салып болған соң үстіне құмшекер саламыз. Барлық ингредиенттерді описание бөліміне қайсынан қанша грамм салғанды жазып кететін боламын. Үстіне 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Оның үстіне 1 жұмыртқа шағып алып, барлығын жақсылап бір келкі қамыр масса шыққанша илейміз. Қамырымыз осылай қолға жабыспай иленгеннен соң салафанға салып 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын дайындап аламыз. Ыдысымыз құрғақ әрі таза болу тиіс. Ең бірінші творогымызды саламыз. Творогтың үстіне құмшекерімізді салып аламыз. Содан соң барып, үстіне 2 жұмыртқамызды шағып аламыз. Ол жұмыртқаның үстіне қаймағымызды салып аламыз. 2 қасық крахмал немесе 2 шай қасық манка саламыз. Барлығын бір келкі масса болғанша блендермен араластырып аламыз. Массамыз дайын болған соң холодильниктегі қамырымызды алып, формамызды өзімізге қажетті размерге қойып, қамырымызды бір келкі, барлық жерін бір келкі болғанша әдемілеп жайып аламыз. Қамырымыз осылай теп-тегіс бір келкі болғанша әдемілеп жайып алып, үстіне начинкамызды құямыз. Начинкамызды да жан-жағына қамырдың барлық шетіне тиіп тұратындай қылып, барлығын бір тегіс қылып, бір келкі қылып жайып аламыз. Біздің творожный пирогымыз дайын. 40 минутқа 180 градусқа пешке салып аламыз. Пісіп шыққан пирогымыздың толық пісіп-піспегендігін зубочисткамен тексеріп алсақ болады. Толық әдемі піскен болса, зубочисткаға ештеме жабыспайды. Пирогымызды толықтай суытып алып, суыған соң барып осылай формамыздан жан-жағын пышақпен кесіп шығарып аламыз. Мен сіздерге видеоны толықтай соңына дейін түсіруді жөн көрдім. Қалай кесіп столға қойсақ болатынын толық көрсетемін.
Менің видеом сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.